Елімізде 2025 жылға дейін колледж студенттерінің стипендиясы 2 есе өседі. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар, күннің соңғы жаңалықтарынан қапы қалмас үшін каналымызға жазыла кетіңіздер және жаңа каналға қолдау ретінде лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Елімізде колледж студенттерінің стипендиясы 2025 жылға дейін 2 есе өседі. Бұл туралы үкімет отырысында премьер-министр Әлихан Смайылов айтты, деп хабарлайды kaz.kz үкіметінің ресми сайтына сілтеме жасап. Биыл 1 қыркүйектен бастап колледждерде оқитын студенттердің стипендиясы 50%-ға өсті. Жұмысшы мамандығы бойынша оқитындар айына 32.681 теңге, орта біліммен түскендер 31.422 теңге ала бастады. Үкімет басшысының айтуынша, колледж студенттерінің стипендиясын келесі жылы тағы да 50%-ға ұлғайту жоспарланып отыр. Осылайша, колледж студенттерінің стипендиясы 2025 жылға дейін 2 есе өседі. Сондай-ақ премьер-министр жалпы әлемдік тәжірибе бойынша жастардың еңбек нарығына араласып, алғашқы мамандықты алып шығумен мемлекет тарапынан кепілденіп берілгенін атап өтті. Бізде 9-шы сынып түлектеріне колледждерде тегін оқуға мүмкіндік берілген. 3 жыл ішінде кадр даярлауға тиісті мемлекеттік тапсырыс көлемі ұлғайды. Егер бұған дейін колледждерде бюджет есебінен 95 мың студент оқыса, биыл олардың саны 133 мыңға дейін ұлғайтылды. Біз мемлекеттік тапсырысты бұдан әрі де арттыра береміз, дейді Әлихан Смайылов. Премьер-министрдің сөзінше, 2025 жылы мемлекеттің тапсырыс көлемінен 155 мың орынға дейін арттыру жоспарланып отыр. Оның 70%-ын техникалық мамандандыруға бағытталу көзделген.